Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге табада медовик жасап көрсетемін. Алдымен 250 грамм ұнымызды осылай електен өткізіп аламыз. 15 грамм какао қосамыз, 1 шай қасық разрыхлитель, шым тұз қосамыз және 100 грамм шекер қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқа және 100 грамм сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Bir шай қасық содаға 1 ас қасық уксусымызды салып, оны да қосып бірге араластыратын боламыз. Үстінен тағы да 100 грамм ыстық су құйып, осылай қалыпқа келтіріп аламыз. Табамыздың астын орташа отта қойып, дайын болған салмамызды осылай құйып, табамызда пісіріп аламыз. Мінекей беті пісті медовиктердің, енді екінші жағына аударып, астында пісіріп алатын боламыз. Осылайша кезекпе-кезек барлық медовиктерімізді құйып пісіріп алатын боламыз табада. Осы әдіспен медовик пісіру өте оңай әрі жылдам есепталады. Менің құрметті көрермендерім, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, сіздерден каналға тіркеліп, қазақ тіліндегі каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Видеоларым сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Мінекей медовиктің барлық қабаттарын дайындап болдым. Менше араларына жағатын кремін дайындайтын боламын. Кремін дайындау үшін алдымен 200 грамм сливочный масланы осылай табада ертіп алатын боламыз. Ертілген майды кішкене суытып, үстіне 3 ас қасық 20% қаймақ қостым. Сосын тағы да 1 жұмыртқа саламыз. 100 грамм шекер саламыз. 1 ас қасық ұн саламыз. Осылай араластырып аламыз жақсылап. Сосын тағы да газға қойып, астын жай отта қойып, осылай араластырып отырып, кремімізді дайындаймыз. Мінекей кремімізді дайын. Газдың астын өшіріп, медовиктің қабаттарын дайындағанша осылай қоя тұрамын. Қамырдың жан жақтарын кесіп, осылай тегістеп алатын боламыз. Қазір артылып қалған қамырларды ұнтақтап, біз үстіне себетін боламыз медовиктің. Достар, мінекей табада дайындалған медовик дайын. Құрметті көрермендерім, медовикті осы әдіспен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.